Алдамшы өмір. Сол күні Жанар кеш оянды. Сағатқа көзі түскенде күндізгі 11-ді көрсетіп тұрды. Түнде жайсыз ұйықтағаннан бекен бет-аузы ісініп кетіпті. Керіліп созылып жуынды. Балконға шығып ауа райын байқады. Күндегі әдетпен төсегін жинады. Дүкенге барып нан әкелді. Газға шай қойып, күйеуін күтті. Балаларды таңертең балабақшаға өзі әкеткен болу керек, күйеуі мұны оятпапты. Кейде өзінше осылай қамқорсып кететіні бар. Жанар іштей жымиып күлді. Бұл күйеуін құдайындай сыйлайды. Ешқашан алдын кесіп өткен емес. Кішкентайынан құлағына құйған ана сөзінің әсері ме, әлде шын жүрегімен сүйгендіктен бекен, осы уақытқа дейін күйеуінің бетіне бір келмепті. Әлі сол баяғы мақсатын ең алғаш кездестіргендей 18-дегі жүрегі лүпілдеп тұрады. Бұлар отау көтергелі де 10 жыл. Содан бері талай қиындықты, талай қуанышты бірге қарсы алды. Кезінде айдаладағы қу-кедейдің қызының тап қылғанын қарашы мына құдайдың деп аюдай ақыратын енесінен де құтылған. Жарықтық мазасыз енесінің удай ащы тіліне де осы мақсаты үшін көндікті. Адуын енесі не істемеді, не демеді. Байқос енесі көз жұмар алдында бұдан қатты кешірім сұраған, егіліп жылап жатып, қарға мауын өтінген. Екі дүниенің ортасында жатып, келіннің қолынан ақырғы рет су ішіп, риза екенін көзімен ұқтырған. Сөйткен енесінің бұл дүниеден кеткеніне де 2 жыл. Жанар еріксіз күрсінді. Орнынан тұрып, терезеден сыртқа қарады. Көзімен көшеден күйеуін іздеді. Күн өртеніп кетердей ыстық. Қаланың машинадан босамайтын кең көшесі де буланып жатыр. Күйеуі сірә жолай жұмысына соққан-ау, кешікті ғой. Жұмыс десе жанып түсетін әдеті, тіпті демалыс күндерінде де жұмысына барып әлдебір қағазды шұқылайды да отырады. Кейде жарға құлағы жастыққа тимей, мұрнына су жетпей жүгіретінде жүретін сорлыны аяйды. Қамқорсып бірдеңе десе, жаным-ау, бәрі сендер үшін ғой деп жымиятынын қайтерсің. Жанар суып қалған шайын ұрттады. Есіктің қоңырауы шыр ете қалды. Байқос келіншек селк ете түсті де есікке тұра жүгірді. Ойлады, мақсат келген шығар деп. Кенет жер дүние шыр көбелек айналып, көзінің алды бұлдырап кетті де, құлағы шыңылдап, қабырғаны жанай жерге құлап түсті. Көкірек тұсы шаншып, қарыс қадам жердегі есікке жете алмай, тынымсыз шылдыраған қоңыраудың дауысын тыңдап жата берді. Құдайым-ау, көмектесе көр, қазір өтіп кетуі керек, еш нәрсе детпейді. Мақсат еш нәрсе білмеуі керек, қалай да орнымнан тұруым керек. Жанардың миында әлде бір нәрсе керек деп қақсап тұрғандай. Одан арғысы есінде жоқ. Мақсат есікті ешкімнің ашпағанына қарап, магазинге шыққан болар деп ойлады келіншегін. Портфелін ашып, кілтін алды. Есікті ашқан сол еді. Күнде құлдыраңдап жүріп есік ашатын қара торы келіншегінің сұлап жатқанын көрді. Бейне жаны жоқ адамдай, беті ақшыл тартып күйеуіне есік аша алмағанына қиналған сыңайлы. Мақсат не болғанын түсінбей жүгіре құшақтады. Жүрегі дамылсыз соғып, кейде бір сәтке тоқтап қалып қайта қағатындай. Кенет миына мәңгілікке айырылып қалсам ше деген ой келді. Жаны ышқына, Жанар деп айғайлады. Жанар не болды жаным-ау деп. Жанары үнсіз. Солғын тартқан жүзінде мұздай суық мұң тұнған. Мақсат селк ете түсті де келіншегінің бетіне қайта көз жүгіртті. Қанша жыл бірге тұрғанда ауырдым деп жақ ашпаған жарының жанына сірә өлмепті де. Қытымыр мінезді, енесінің талай құқайына үнсіз көнген, жапырақ жүрек Жанарының күлімсіреп тұратын күн бейнесінің келмеске кететінін жүрек шіркін сездіретіндей. Мақсат телефонға жармасты. Дәрігерлер жүрек талмасы деп тапты. Егер енді қайталанса айырылып қалуыңыз мүмкін деді. Күтім керек. Бір сәт келіннің бетіне қарай бергенше жанына да зер сал қарағым деді сақал мұртын ақжеңген етжеңді врач. Біздер еркектер әйелдің нәзіктігін бағалай алмай жатамыз. Ақша тауып беріп отырмын, киімі бүтін, балалары қасында дейміз. Ал әйел жаны нәзік қой. Аялауды қажет етеді.
ойын аяқтап үлгермеген врач кезекті шақыртуға жүгіріп кетті. Мақсаттың көзіне жас келді. Әкесі бұл 14-ке келгенде марқұм болды. Сонда Мақсаттың балаң жүзіне ауру жеңіп солғын тартқан ойлы көзін қадап отырып, сенен үлкен үміт күтем ұлым. Есікте жатқан құл болсаң да арың таза болсын деген. Әкесінің иек қағар алдындағы соңғы сөз сол болды. Жылап-сықтап шешесі екеуі қала берді. Жесір шешесі жалғыз ұл деп басын тауға да тасқа да ұрып жүріп оқытты, киіндірді, адам қылды. Жалғыз ұл әке аманатын жерде қалдырмады. Қаншалықты қиналғанда да әкенің соңғы сөзін көкірегіне тұмар ғып ұстады. Ат жалын тартып адам болды. Жанарды кездестіргенде 21 жаста болған. Талдырмаш қана қара торы қыз көрген сәттен-ақ бұның бар ақылын алып қойды. Бұлғақтаған сұлу қыздың жүрегіне жол таба алмай, әбден тіңкесі құрығанда, Жанар өтінем жүрегімді өзіме қайтарып берші деген шын сөзі де сол еді. Сонда қу қыз күлімсіреп тұрып, ол жүрек өзіме де керек деді де бұның қолынан ұстаған сол қол ұстасқан күйі әліге дейін бірге келеді. Құдайға тәуба, бір-бірлеріне артық келіп көрмепті, бір-бірін сүйетіні бұлардың әрбір іс-қимылдарынан белгіледі. Қазір міне бір қыз, егіз ұлдары бар момақан отбасы. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатқан жайлары бар. Кезінде анасының Жанарды жақтырмауының себебі ауылдас бір кісінің жалғыз қызына құта түскендігінде еді. Жалғыз қыздың әкесі Алматыдағы білдей бір мекеменің басшысы болатын. Әке байлығына мас болған қыз, еркек шоралау, жеңілтекте өскен. Әйтеуір шешесіне ұнаған қыз Мақсатқа ұнамады. Күштеніп сөйлейтін, қазақшаға шорқақ, қара қызды әперіп, баласын жоғары бір орындарға құдасы арқылы жеткізбек болған шеше ойы жүзеге аспады. Беті жылтыраған қуыс кеуде кедейдің қызын алып қарық болармыз онда дейтін. Кейін тұңғыш қызы Айғаным дүниеге келгенде барып, анасының пәті қайтқан. Сонда да Жанарға жазықсыз тиісуін қоймады. Мақсат те кеудесінде жаны қалып, бала-шағаның қасында аман-есен отырса деп тіледі жұбайын. Алыс ауылдағы Жанардың әке-шешесі хабар алысымен жалғыз қыздарының халын білуге Алматыға асықты. Жүрек талмасы дегенде естіп, зәресі ұшқан. Халима апа шалының құлақ етін жей жүріп, бір қойды сойдырып, садақа тараттырды. Бір сиырды сатып, ақша жасап, билет алды. Күндіз-түні Құдайға жалбарынып, қызының жанын қалдыруды сұрады. Сырт көзге қайыспайтындай көрінетін Халима осы жолы қатты уайымдады. Жанар көзін ашқанда бетін тарам-тарам жасы айғыздаған шешесінің үрейлі жүзін көрді. Әлденен айтып, шыж-быжы шығып, мұның қолын сипалайды. Біресе аяғын уқалайды. Айғанымның бота көздері мұң толы мөлдір шықты. Ұялатып үнсіз қарайды. Жыламаңдаршы, мен жақсымын, мама. Айғанымды алып кетші, жыламасыншы деді Жанар. 2-3 күннен соң Жанарды ауруханадан шығарды. Онда да қатаң бақылаумен. Жағдайының әлде де мәз еместігіне қарамастан, Жанар ауруханадан үйге келгеніне қатты қуанды. Көптен көрмеген әке-шешесінен ауыл жаңалықтарын сұрап, жадырап қалды. Кезінде ененің қатал тәртібінің арқасында әке-шешесіне де сирек баратын Жанардың көп өкініші өз ішінде. Әлденеге алаңдаулы көңілі, жазылғасын туған елдің топырағына ат басын бұра қайтуды ішке түйген. Құдағиы барда құдағи болып, қарық боп араласпаған Халима апа, құдағиының жаназасын шығарғанда бар өкпе ренішті жауып келіп, өліктің жақсы аттануына бір кісідей ат салысқан еді. Қазақ өлім жітімде ренішті жылы жабады емес пе? Халима апай терең күрсінді. Сол ақ екен, көзі төрде өлулі тұрған құдағиының суретіне түсіп кетті. Айшықты сырғасы, ақ бетіне жарасқан қызының енесі сірә. Шалының көзі тірісінде болса керек, бір өмірге риза кейіппен ақ шәліні жамыла салып түсіпті. Ажарлы болған, марқұм деген ойын жинап үлгермей, қарт ана не деп тұрмын, Құдая сақтай көр деп бет сипап, тие берсін айтып ырым қылды. Мама, шай ішіңіз,
Іш күйден шыққан қызының даусынан Халима кемпір селк ете қалды. Шәй үстінде барлығы өте көңілді отырды. Жанар сонау бала күнгі ағасы екеуінің көршінің тауық кетегінен ұрлаған 2 жұмыртқасынан бастап 11 сыныпты оқып жүргендегі көршінің итінің қуғанына дейін аса бір қуанышпен әңгімеледі. Балаларына көп иіле бермейтін, оларды да шектен тыс айналып толғанды. Айғаным мамасына енді қайтып ауруға болмайды деп талап қойды. Үйдегілер сәби жүректің талабын әзілдесе отырып бір ауыздан мақұлдады. Жанар өзін әлемдегі ең бақытты жанмын деп есептеді. Балаларын ұйқыға жатқызып жатып, тіпті ұйқыдағы Айғанымға қарап отырып, жарықтық енемнен айнымайды деп жымиды. Мамасының жанына кеп, ауылдағы ағасы мен жеңгесінің жағдайын қайталап сұрады. Сосын әкесінің ашылып қалған аяғын қымтап, өз бөлмесіне кетті. Халима апа қызының қылығына қарап, бізді әбден сағыныпты өзі деп ойлады. Таңертең Халима апа әдеттегіден ерте оянды. Үйдің ішінде өлі де ауыр тыныштық. Таза ауа кірсін, балконда ашайын деп ойлағанынша болмады. Кішкентай егіздердің бірі шар ете қалды. Әлденеден шошыса керек. Бісміллә, бісміллә. Халима кемпір үш ырғалып барып орнынан әзер тұрды. Бір жағынан құдайлап шалы тұра жүгірді. Мына жақтан күйеу баласы шықты. Бала жұбанар емес. Кішкентай ғана қолдарын созып, мәмәләп шыр-пыры шыға шыңғырады. Тек баланың шырылына жауап қатпаған Жанар ғана. Мақсат ұлын құшақтаған бойда Жанардың жанына келген. Бүк түскен күйі жатқан келіншегі қимылсыз. Мама, деді Айғаным. Мама, тұршы. Дәурен қатты жылап жатыр. Айғанымның айғайы Жанарға әсер етпеді. Сол-ақ екен, әлденені сезген Айғаным үрейі ұша шешесін құшақтады да шыңғырып жіберді. Бұл кезде Жанар күйкі тіршілігімен қашытқан өмір атты 5 күндік жалғанда әлдеқашан тастап, жақсылар еліне мәңгілікке сапар шегіп кеткенді. Оның маңдайына мұны өмірдегі сансыз сұрақтар енді қайтып мазаламайтын мекенге мезгілінен бұрын жолдама жазылып қойылған болатын. Жүрегінің бұрыннан ауыратынын, жан адамға ескертпеген жас келіншек түбіне сол жүрек ауруы жететінін білгенде еді. Көздері жасқа толып, сөйлей алмай қалған Айғаным, шырқырап жылаған Дәурен мен Даниярды құшақтаған күйі терең күрсінді де өксіп қоя берді. Бала болса да, басқа түскен ауыртпалықты жан тәнімен сезіп еді. Өз көзіне өз сенбеген Мақсат Жанардың өлі денесін құшақтаған бойы қатты да қалды. Іле-шала қаралы үйге кірген жедел жәрдем есінен тана құлаған Жанардың әкесімен әуре боп кетті. Бір қызығы Халима апа көзіне жас та алмады. Ойбайлап аттан да салмады. Өлікті алып кетеміз деп бой бермеген дәрігерлерді үйден қуып шықты. Бірақ қызының мезгілсіз қазасы, өзегін өртеген қартана, өлікті шығарған күні сал болып қалды.